Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Випалиго. Иә достар, бүгін біздер Майнкрафттағы үйімізді соғамыз деген екінші бөлім істейміз болатынбыз. Үшінші этаж салатынбыз. Біз алдыңғы бөлімде екінші этажға дейін салған болатынбыз. Ал енді видеоға келіп тұрған болатын болсаңдар, менің арнама кіріп бірінші этаж бен екінші этажын салғанын көріп жүрсеңдер болады. Ал біз ішке қарай ауыстық. Мына үйді сыртын былай істедім. Мынаған қараңдар. Бір бәле көрсетейін. Фотода дұрыс көрмей қалған шығар. Мен осыған қарап салып отырмын үйді. Баяғыда үйім осындай болған ғой мен. Баяғы үйім салып отырмын. Мына жерде не болған өзі? Баяғы үйге кішкене ұқсап жатыр. Достар, мынаның бәрін бүйтіп істедім. Былай айналып шықтым. Видеодан көргендеріңіздей. Мына йоу деген тиме қалды. Енді ютубе деп жазып қойдым былай. Есім мына дейін шығып кетті, білмеймін. Осындай вип деп жазып қойдым. Мына түсінесіздер ма білмеймін. Былай терезелер қойдым. Бізге әлі крышаны жабу керек. Бұл видеода үшінші этажды тосып бітіру керек қой бізге. Сондай болып тұр ғой. Мына күннің батысын көресің ғой. Диван тұрады ғой. Бля, жайма жоқ кетті ғой. Жарайды. Достар, міне біз мына жерді былай көтеріп шықтық. Үйдің кішкене түрі келіп келе жатыр. Екі этажный зауыт болып тұр. Кәдімгідей ше, түрі үкіге ұқсай ма, жарғанатқа ма. Осылай салдық енді, былай терезелерін бәрін қойып. Мына жер сигма бой болып тұр. Мына жерге терезе сондайларын қойып жатыр. Мына бос жерлер, бос қалған жерлер ғой, саты мына отыратын жер. Мына жерден былай саты түсіп қапты, бірақ бізге не без проблем. Үйсі көтеріп қоя саласың. Ал біз қазір былай қызылдардың бәрін қайтан көтеріп шығатын боламыз. Қандай еді? Үшінші этажға қарай көтеріп шығатын боламыз. Ешқандай қызыл қалмаған шығар, иә? Болды достар, осылай біз 6-дан көтеріп шықтық. Біздің үйдің состояниесі дәл қазір осындай болып тұр. Ішінде жарық жоқ, кейін модтар тартамыз. Мынандай көрінетін свет емес, көрінбейтін свет қойып қоямыз модтың арқасында. Так что енді біз мына жерлердің бәрін ақпен көтеріп шығуымыз керек бәрін. Содан кейін болды примерно. Келесі серия модпен болатын мод. Машинаның моды, сондай болатын шығар. Мен бір қабат көтеріп шығайын. Алтау. Вот, енді дұрыс болды, енді. Мына жерден сатымен мінесің, түсесің, келесің. Мына жер кәдімгі не қап-қара екен ғой. Сен үшінші этажың бітті ал. Осыға тұрасың ба? Барып бөлме алып. Міне достар, қортық кезін қараңыздар, енді бұлай деп болып кетті.
короче Қалам өмірі біз дейтін полный серия бойы мына жақта ютуб видео жүрдік, енді басқа жаққа обзор істейміз. Ал мынау біздің үй жақтағы короче телефон қой. Сырғанайтын бар. Негізі бұдан тәуітұғын просто үйдің ортасы қыстырылып қалды да. Негізі осындай, короче осылай бар. Мына жақта мороженое сататын жер. Короче өйстіп кіресіңдер, сататын адам. Мынау ақша санап жатыр. Мынау золотой. Осындай нәрселер бар. Склад та, жоқ. Кіретін нәрсе екен. Тоже отыратын жерлер. Вот осындай әдемі. Кеттік ал ары қарай. Мына үйге кіреміз. Бұл Ерсайынның үйі. Кеше серияда көрістім. Ол садақ ататын жері. Ауласы. Бассейні. Астын көрсейін. Асы осындай, пешкеде тамақ піседі. Ашасын, от жанады. Тек мына жақтан қолын жуасың. Біртүрлі екен десең. Торт, кофе, негізі кітаптар, кітап қоятын жер, теледидар. Жақсы. Екінші этажда дәл солай, көп айтпайсың. Аяқта төсек салып жері бар. Балкон бар. Телефондан тамақ жасап алады. Кеттік ал. Үйінен секіріп түседі балконнан. Тезірек салып ала бермей басқа ит көрсін. Мына жаққа машина қоясың былай. Мынандай сурет бар ма не? Шетелдің өрмекші. Аяқта да сондай. Кухнясы. Үсте ары көтерілсек. Аяқта ұйықтайтын бөлме, кітаптар. Мына жақта да сондай қол жуатын жер, ванна, туалет. Кеттік. Басқа үйге барамыз. Оны ақ. Қарап тұрсаңыздар, Кәлем әткеншекте отыр. Ал мынау осындай үй, шағын кішкентай. Мен баяғы үйім дәл осындай еді. Кішкене басқаша тұғын. Аяғынан көтерілесің. Үйінің осындай жерлерінде бір саты бар, төбеге қарай шығып кетеді. Так, мынандай суреттер, гүлдер. Жақсы. Мынандай жер. Төсек ұйықтайтын жер. Жақсы. Мынау гараж. Гараждың механикасын көрсетейін. Осындай гараж. Мен де осын жасағым келген. Соңында қандар дұрыс қоймадым ба бір бөледі. Вот осылай жабылады. Ішіне ламборгини сақ қоямыз. Әлі мод тарылған жоқ. Мына жаққа бір салмаған бір жер бар. Негізі баяққа мен басқаша. Мына үйден басқа бір үй салуым керек тұғын. Май құятын жер. Кеттік ал. Мынау қазіргі салынып жатқан үй. Қазір шерхан соғып жатыр. Іші бос. Кәшін сәндеп жатыр әлі. Терезе қойып. Екінші этажға шығамыз қазір. Екінші этаж осындай. Айқа үстіп астына ламборгини қойып қоясың. Жарайды, өзіміздің темаға оралайық. Үшінші этажды бітіріп, бізге бұл бөлімді бітіру керек. Қазір бізге аяқтың терезелерін бітіру керек. Баяғы фотосына қарап. Және де мынандай бетондарды мына жаққа қайтадан бір былай жүргізіп өту керек қой бізге. 6 блокпен көтеріп шықтым. Енді қазір біз блоктармен көтеріп істейік ал. Болды, айналып шықтым мына жақта полный. Қазір бізге мына жаққа терезе керек болады. Фотоны экранға шығарып қойыңызшы. Бұл жерді қалай істедім мен? Вообще миыма жетпейді. Мен терезе сағып атқам салмаппын ғой. Пауза қойып қаппын ғой. Ашып қалдым ау.
аяққа қайтадан бір ішіне ше ортасын тез стадион салып жіберсең стадионға ұқсап кетеді негізі. мына жердегі терезені аяққа қайтадан салсам нормально бола ма екен ә? Енді нормально дейді. Төбесін жауып шашқан кеш. Достар, міне біз осылай екі бөлімнен ақ осындай дәу үй соғып тастадық. Сіздерге ұнады ма? Комментария жазып кетіңіздер. Және де комментария жазып, лайк басып, ана тіркелді ұмытпаңыздар. Біз келесі бөлімде бұл жерде, ішін толтырып, компьютер, свет, анау бәрін толтыратын боламыз. Солайша мод тартатын боламыз. Холодильник, телевизор, отыратын компьютер, машина. Әлі мына гараж соғу керек. Әлі салу біткен жоқ походу. Гараж, бассейн, андай сылпаған жерлерін бәрін жамау керек. Сосын тағы қандай? Үйдің сыртын қоршамай ақ қоямыз ғой. Қоршамай ақ қояйық. Байт болды ғой сенде. Сосын мына жерінен андай тротуарларды қою керек. Осылай істеп шығу керек. Осылай. Ой. Кішкентай үйден мықты үй соқтық достар. Сіздерге осы үй ұнаса, қазір осы еңбекті бағалайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Соны ғана сұрайын. Қазір біз баяғы фотосына қарап тұрып кішкене YouTube дегенді свет неден бәрін істедік. Дәл осыны бір мектепке ма ұқсап қалды ғой. Бірақ по-любому бұл адам тұратын үй ғой, Ішін көрсетейін енді кішкентай болса да. Погоданы дұрыстап жүрейін. Погода. Вот, погода дұрысталды. Іші жарық емес болса да болады. Енді мына жер кіреберіс жер, мынандай бір ковер, шкаф, аяқ киім қоятын сондай қоятын шығармыз. Мына жер не болады? Диван, теледидар көретін жер болады. Ал мына жер, асхана болады. Мына жер. Қай асхана болатын еді, мойымақ. Екі шетте бір дейше. Мына жер. Кірген кезде ше мына жер. Мына жер асхананы аяқ теледидар көретін жер болады, Ал мына жер бізде туалет. Туалетті әлі салатын боламыз. Қатты көрінбейді екен. Үйді қап-қараңғы кәдімгідей. Терезе көп қою керек. Сен ше ана жер туалет қылып қойған жоқсың ба мына жерде? Туалет қой? Мына жер ше қазір ше селлидің бөлмесі ғой. Туалет үлкейтіп тастаған селлидің бөлмесі ғой. Былай жүріп өтсем, туалет былай жабылып қалады екен. Достар, осылайша біз дәу 3 этажный үйді соқтық. Қазір бұның ішін толтыру десе, оны келесі серияда қалдыратын боламыз. Келесі серияда ішін толтырып, сосын гараж соғатын боламыз. Ал видеоны көргендеріңе рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Сондықтан видеоны аяқтаймын. Қош сау болыңдар. Пока-пока, чао.